Құрметті көрермендер, қарсы аламыз екінші жұптың алғашқы өнерпазы. Ол Әсел. Әселді құрбылары бал деп еркелетеді. Бала кезінен бері әлі күнге дейін жыланнан қорқады. Бұл жобаға қатысуына ата-анасы қарсы болған. Алайда ол қалайда жеңіске жетемін деп белін бекем буып келіп отыр. Армысыздар, аты жөнім Тілебердиева Әсел Бақытбекқызы, Киелі Тараз қаласынан келіп отырмын. Жасым 21-де. Жобаға келудегі мақсатым талпынған жетер мұратқа демекші өз өнерімді шыңдағым келеді. Егерде жобаның жеңімпазы атанар болсам, үлкен қайырымдылық істерге қаржыны жұмсар едім. Құрметті көрермендер, маған сәттілік тілеңіздер, ал мен сіздердің үміткеріңізді ақтаймын. Тамаша, қалың қалай? Тамаша, жақсы. Бәрі дұрыс па? Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Сен осында қорқайын деп келдің бе, әлде тиын жасап алайын деп келдің бе? Жоқ, мен үшін қаржы басты мәселе емес. Өзімде телеарнада жұмыс істегендіктен, бұл шоу мен үшін таңсық емес. Өз үлесімді қосқым келеді. Так что, мені қорқыта алмайсыңдар дейсің ғой? Жарайды. Жастар үшін барлық мүмкіндік бар. Осындай караоке киллер жобасын ұйымдастырып жатыр. Неге қатыспасқа, неге өз үлесімізді қоспасқа? Сол үшін келдім. Сом аквариум. Әсел? Қалғалай? Сен азып кеткесің бе, кішкентай болып қалыпсың ба? Осы жобаға қатысам деп әбден еңбектеніп, содан азып қалдым. Неше жыл дайындалдың? Осы бір айдай болып қалды дайындалғанға. Бір айдай болып қалды? Түк қамапты ғой, ойбай. Үйге барып тамақ ішесіз, ауылға барсаң сен тіпті семіртіп жібереді ғой. Түсіндің ғой деймін бір нәрсені, жалпы биіктіктен қорқпайсың ба? Биіктіктен қорқатын едім негізінде. Қорықпау керек. Өнер адамдары биіктікке құмар болу керек. Өйткені біз биікте көрінгіміз келеді ғой. Кел отыра ғой, жайғаса ғой. Мен саған бір қызықты әңгіме айтып берейін. Кеше да деп бастасаң. Әсел, мен саған айтайын, қолыңнан келгенше айқайла, жарай ма? Өйткені саған көп көмектесуі мүмкін. Кеттік кішкене көтерейік, сосын әңгімелесеміз. Ал, барған жеріңе тастай батып судайсың. Сәлем айтарсың. Сен мені естіп тұрсың ба? Естіп тұрмын. Бәрі дұрыс па? Әзірге дұрыс. Керемет деп бір айқайлаваш, сосын бастайық. Керемет! Керемет болса сен есіңе жақсап тұрып сақтап ал. Бізде қатып қалған қағида бар, оны саған тағы да қайталап айтайын. Қандай жағдай болмасын, ән айтуыңды тоқтатпа! Ақжайын ақ деп атымды анам қойған-ай, ақылың мен ажарың бірдей болған-ой. Қанша сұлу өмірде бірдей болсаң, бір өзіңдей табылмас сәулем болсаң-ой. Мен келгенде ақ жайнап, шай орамалы бұзбайлап, жүрсің бәлде той-тойлап, той-тойлап, той-тойлап. Мен келгенде ақ жайнап, шай орамалы бұзбайлап, жүрсің бәлде той-тойлап, той-тойлап, той-тойлап. Еркелетсең еліңді баласындай, ұнатамын өзіңді күлімсіреп ой. Қара, жанына қара. Ақсылардың көңілі алтын. Ай, бір өзіңдей сәулем ай, қайдан болсын ой. Мен келгенде ақ жайнап, шай орамалы бұзбайлап, жүрсің бәлде той-тойлап, той-тойлап, той-тойлап. Мен келгенде мал-мал бұзбайлап, жүрсің бәлде той-тойлап, той-тойлап, той-тойлап. Аяқ-қасты қара. Көмектесіңдер! Көмектесеміз. Болды!
болды, я. Сен де жыландарға шомылып болды. Сен де бәрі дұрыс па? Дұрыс, менде кешірім сұра олай болса. Кешіріңіз, қалқып шомылыңыздаршы. Қалжыңдайым. Тамаша. Әсел әткеншекке отырысымен-ақ төменге көз салмауға тырысты. Аквариумде лег-легімен жыландар табылғанда да оларға мән бермеді. Тек әнімен әлектенді. Алайда соңғы шелектегі жуан жәндіктер ақыры үрейін ұшырып, оның жан дауысы шықты. Жарайсың, Әсел. Сен сол жерде тұрғанда, біз дәл қазір сенің қарсыласыңа дайындал дейміз. Өйткені құрметті көрермендер, дәл қазір Әселдің қарсыласы өнер көрсететін болады. Құрметті көрермен, сынақтан дара шыққан өнерпазды бағалайық. Әсел көңілден шықса қызыл түсті қағазды, Азилдо үздік десеңіз жасыл түсті қағазды көрсетуді өтінемін. Ал нәтижесін аздаған үзілістен соң мәлім етеміз. Арнадан ауыспаймыз. Бұл караоке киллер. Бұл караоке киллер. Сонымен судағы жыландармен арпалысқан Әсел мен тәніндегі артық түктен арылған Азилдо өз бағасын алды. Дауыс беру қорытындысы бойынша жобаны жалғастыратын үміткер ол Әсел! Әсел, сені жеңісіңмен құттықтаймын. Жеңіске әлі аз ғана уақыт бар. Сен ақтық мәредесің, дайындал. Жарайсың. Ал Азилдо, сені жеңілдеуіңмен құттықтаймын. Алдағы уақытта тағы да кездесеміз деген ойдамын. Жыландарды жанына жақын тартқан Әсел көрерменнің қолдауына ие болып, ақтық сынға өтті. Енді соңғы финалистің есімін анықтаймыз. Көптен күткен ақтық мәре. Барлық сынақтан мүдірмей өттіңіздер. Енді бір белесті бағындырсаңыздар, қомақты қаржы үшеуіңіздің біріңізге бұйырады. Ол үшін үшеуіңізде бір доңғалаққа тұрып, бір әнді бірге айтасыздар. Доңғалақ барған сайын қатты айналады. Соңына дейін құламай қалған өнерпаз жеңімпаз атанады және ұтысты еленеді. Ақшаның көлемі де доңғалақта қанша уақыт тұрғаныңызға байланысты. Ендеше қандай жағдай болса да ән айтуды тоқтатпа! Көңіле! Ән айтамыз. She's got it. You baby, she's got it. Yeah. I'm your player. I'm your player. Just desire. Well, I'm your player. I'm your player. Just desire. Охо! Қолыңызды аламыз. Орнымыздан тұрамыз. Міне, жақсылап тұрып құладым деген осы шығар. Бірақ сен құласаң да нардан құладың деп айтайық, өйткені сен жеңімпаз болып бірақ құладың. Сонымен бүгін бізде жеңімпаз Әсел, сені жеңісіңмен шын жүректен құттықтаймын. Ал қыздар, жігіттер, сендерге алдағы уақытта үлкен сәттілік, тек қана алға. Әсел, сенің қанша ақша жеңіп алғаныңды айтайын ба? Өзіңіз біліңіз, қалай? Айтпай қояйын, жарайды десең. Жарайды, айтайын, сенің жеңіп алған ақшаң 160 мың теңге.
Ал біз сіздермен әдеттегідей алдағы аптада дәл осы уақытта қайтадан қауышамыз. Қызықтан құр қалмаңыз. Ендеше көріскенше бұл караоке киллер.